أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Әлемдердің жаратушысы болған, бізге шексіз нығметтерін берген, және сол нығметтердің ішіндегі ең ұлығы ислам иман нығметін беріп, біздерді мұсылмандардан еткен Алла тағалаға шексіз мақтаулар мен мадақтар болсын. Алла тағаланың соңғы елшісі сүйікті пайғамбарымызға, оның отбасына, сахабаларына және сол кісілерге қияметке дейін ізгілікте ергендерге Алла тағаланың салауат сәлемдері болсын. Алла тағала осындай қасиетті жұма күнінде бір өзінің разылығын іздеп, ұзақтан жақыннан басып келіп жатқан әрбір қадамдарымызға сауаптан жазып, әрі күнәларымызды кешіріп, сондай-ақ өзінің құзырындағы дәрежелерімізді жоғарылатқан болсын. Құрметті жамағат, міне Алла тағаланың қалауымен бір жыл уақыт қас-қағым сәттей өте шықты. Исламның 5 парызының бірі болған айлардың сұлтаны Рамазан айы, сол Рамазан айындағы ораза құлшылығы қайта айналып келіп қалды. Алла нәсіп етсе, санаулы күндерде исламның 5 парызының бірі болған ұлы құлшылық, бір айлық ораза құлшылығын бастаймыз. Және сол құлшылықпен бірге, яғни ораза ұстаумен бірге тарауих намазы басталады. Әрбір мұсылман бұл айдың күндізін оразамен, түнін құлшылықпен өткізуі тиіс. Алла тағала осы ай жайында Құран кәрімде «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Шахру рамадан аллази унзила фихил Құран. Худан линнас ва баййинатин минал худа вал фурқан». Ақ пен қараны ажырату үшін, адамдарға тура жол көрсету үшін, және ақиқатты баяндау үшін Рамазан айында Құран түсірілді деді. Сол себепті бұл ай Құранмен тікелей байланысты ай. Демек, күндізін оразамен, түнін Алла тағаланың кәләмін естіп, тарауих намазына қатысумен өткізуге тиіспіз. Алла тағала Құран кәрімде «Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин қабликум лааллакум таттақун». О иман келтіргендер, алдыңғыларға парыз етілгендей сендерге де ораза парыз етілді, тақуалыққа қол жеткізерсіңдер деді. Демек, ораза айы ең бірінші кезекте адамды тақуалыққа жетелейтін, адамның иманын арттыратын, Алла тағалаға деген махаббатын күшейтетін ай.
Бұл аятта Алла тағала оразаның парыз етілгенін айтты. Және келесі аяттарда, қазір біз оқыған аятта, Рамазан айында Құран түсірілді. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Кім сол айға кірсе, ораза ұстасын деді. Демек, Алла тағаланың парыз еткен оразасын ұстайтын ай болып Рамазан айы бекітілді. Яғни, Алла тағала бұл 5 парыздың бірі болған ораза ұстауды тек қана Рамазан айында бізден қабыл етеді. Басқа бір айда соның орнын ауыстырып ұстайық деген нәрсе жүрмейді. Демек, бізде бұл аятта Алла тағала екі нәрсе берілгенін бізде екі нәрсе бар екендігін айтып жатыр. Бірі ораза, «Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сиям». О иман келтіргендер, сендерге ораза парыз етілді. Ораза бұл таң атқаннан күн батқанға дейін жалғасатын құлшылық. Таң атқаннан күн батқанға дейін Алла разылығы үшін ішіп жеуден және төсек қатынасы секілді дүниелерден тыйылу. Бұл күндізгі міндетіміз. Ал енді түнгі міндетіміз, Алла тағала бұл айда Құранды түсірді және бұл айдың түнін Құранға байлады. Жалпы Құранның түсуі де түнде болды. Қадыр сүресінде Алла тағала «Инна анзалнаху фи лейлатил қадр». Біз Құранды Қадыр түнінде түсірдік деді. Демек, бұл айдың түні Құранға байланып, әрбір мүмкіндігі бар мұсылман мешітке келіп, жамағатпен тарауих намазына қатысып, Алла тағаланың кәләмін басынан соңына дейін тыңдап, хатым Құранға қатысуы керек. Сол кезде ол адамның оразасы толық ораза болады. Алла тағала оразаға қатысты аятта «Ләалләкум таттақун», тақуалық етерсіңдер, тақуалыққа қол жеткізерсіңдер деп жатыр. Ал басқа бір аятта «Я айюхаллазина аману тақуллаха хаққа туқатих». О иман келтіргендер, тақуалықтың толық ақысын беріңдер деп жатыр. Яғни, шаман келгенше тақуалық ет деп жатыр. Демек, біз шамамыз келгенше әрекет етуге тиіспіз. Демек, кімнің шамасы келіп тұр, ол адам күндіз ораза ұстауы тиіс, яғни ақыл есі дұрыс, балиғатқа толған, сапарда болмаған, науқас болмаған әрбір адамға Рамазанның оразасын ұстау міндетті. Және сондай-ақ кешкі уақытта бір шұғыл дүние болмаса, жұмыста болмасаңыз, онда мешітке келіп, мұсылмандармен бірге сапқа тұрып, осы айды Құранды тыңдаумен, хатым Құранмен өткізуге тиіссіз. Және сондай-ақ бұл айда әрбір мұсылманның жеке хатымы болуы тиіс. Ғұламаларымыз Рамазан айы келген кезде басқа сабақтарын тоқтатып, Құран оқуға кірісетін болған. Бұл жағдай имам Абу Ханифадан, имам Маликтен, имам Шафииден, имам Ахмадтан және басқа да ғұламалардан бізге жеткен. Олар бұл айды Құран айы деп біліп, уақытын Құранға арнайтын болған. Сол үшін де әрқайсымыз осы айда ең болмағанда Құранды бір рет хатым қылып шығуға тиіспіз. Яғни түнде тыңдайтын хатымыңыз бар, одан бөлек өзіңіз
ең болмағанда күніне бір парадан оқып, Құранды хатым қылып шығуға тиіссіз. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннеті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Рамазан айында Жибрил алейхиссаламға Құранды тапсыратын. Өмірінің соңғы жылында 2 мәрте тапсырды. Яғни Құранды Жибрил алейхиссаламға 2 мәрте оқып берді. Сіз де тура солай Құранды ең болмағанда 1 рет оқып шығуға тиіссіз. Өйткені бұл ай Рамазан айы, Құран айы. Ғұламаларымыз бұл айдың айлардың сұлтаны болуының, ең ұлық ай болуының себебі де Құранмен байланысты болғандығы үшін дейді. Бізде періштелер бар. Сол періштелердің ішіндегі ең ұлығы Жибрил алейхиссалам. Негізгі 4 періште десек, сол 4 періштенің ішіндегі ең ұлығы, ең ардақтысы Жибрил алейхиссалам. Жибрил алейхиссаламның қызметі не еді? Алланың кәләмін пайғамбарларға жеткізу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Құранды вахи етіп жеткізіп тұрған Жибрил алейхиссалам болды. Ғұламаларымыз айтады, Жибрил періштенің артық болуының сыры себебі өйткені оның міндеті Алланың кәләмін жеткізу болды. Яғни ол Құранға байланысты, вахиға байланысты періште болды. Сол себепті періштелердің ең ұлығы болды деді. Ал Рамазан айы Құран түскен ай болғандықтан да айлардың сұлтаны болды деді. Сол Рамазан айында Қадір түні бар. Алла тағала Лайлатул Қадри хайрун мин алфи шахр. Қадір түні 1000 айдан абзал деді. Не үшін абзал болды? Өйткені Алла тағала сол түнде Құранды түсірді. Демек, Құранға байланған нәрсенің барлығы сондай бір артықшылыққа, ұлықтыққа ие болады. Сол үшін де сіздің оразаңыз ерекше болған қаласаңыз, онда бұл айды Құран тыңдаумен, Құран оқумен өткізуіңіз тиіс. Сол кезде, иншалла, сіз ертең Алланың алдына барған кезде, қияметте Райян есігінен жәннатқа кіруге лайық болған құлдардан боласыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жәннатта Райян деген есік бар, ол есіктен тек қана ораза ұстағандар кіреді деді. Тек қана ораза ұстағандар кіреді. Ал енді қандай ораза ұстағандар? Алла тағала бұйырғандай, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көрсеткендей ораза ұстаған адамдар. Сондай адамдар жәннаттағы Райян есігінен кіруге лайық болады. Ал егер сіздің оразаңыз тек қана жеуден, ішуден тыйылу оразасы болса, ол бүкіл ағзаларыңыздың, көзіңіздің, құлағыңыздың, тіліңіздің, басқа да ағзаларыңыздан харамнан тыйылу оразасы болмаса, онда ол оразадан пайда болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде «Мән лам яда қаула зури вал амала бих, фалейса лиллахи хаджа фи ан яда таамаху ва шарабах». Кімде-кім жалған сөйлеуден, жалған куәлік беруден, және сол сияқты басқа да тілдің күнәларынан, ғайбат, өсек секілді тыйылмаса, ол адамның ішуден, жеуден бас тартуына Алла тағала мұқтаж емес деді. Ішуді, жеуді тоқтатуына Алла тағала мұқтаж емес деді. Алла тағала сіздің жалған сөзден тыйылуыңызға да мұқтаж емес. Ғайбаттан тыйылуыңызға да мұқтаж емес. Бірақ сіздің оразаңыз қабыл болуы үшін
ол ораза бүкіл ағза мүшелердің оразасы болуы тиіс. Ораза адамды сол нәрсеге тәрбиелейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде қайсы бір адамды, ораза ұстаған адамды біреу келіп балағаттаса, оған ауыр сөздер айтса, көңіліне тиетін, ренжітетін сөздер айтса, әу қаталәх деп, онымен келіп төбелеспекші болса, фәлияқул инни саим, ол мен оразамын деп айтсын дейді. Демек, сіз ораза ұстау арқылы өзіңізді сабырлыққа тәрбиелейсіз. Рамазан айы бұл рухани кемелдену айы. Рамазан айы сабырлық айы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің бір хадисінде ораза ұстау сабырлықтың жартысы деді. Басқа бір хадисінде сабырлық иманның жартысы деді. Ғұламаларымыз осы екі хадисті біріктіріп, ендеше ораза ұстау иманның 1/4 бөлігіне тең келеді екен дейді. Яғни сабырлық иманның жартысы болса, ал ораза ұстау сабырлықтың тең жартысы болса, онда демек ораза ұстау иманның 1/4 бөлігін құрайды. Сол үшін де біз бұл айды рухани кемелдену, өзімізді жат қылықтардан, жаман мінез құлықтан тазалау, бойымызды тазалау ай етуіміз тиіс. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің бір хадисінде «Мән сама Рамадана иманан ва ихтисабан ғуфира лаху ма тақаддама мин замбих». Кімде-кім Рамазан айының оразасын иманмен, сауабын Алладан үміт етіп ұстаса, оның өткен күнәлары кешіріледі деді. Демек, Рамазан айы сіздің күнәларыңыздың төгілуіне себеп болатын ай. Сізді тақуалыққа жетелейтін ай. Сізді сабырлыққа тәрбиелейтін ай. Сізді Құранға байлайтын ай. Және сіздің күнәларыңыздың төгілуіне себеп болатын ай. Егер Рамазанның оразасын иманмен, сауабын үміт етіп ұстасаңыз. Және тағы бір хадисте «Мән қама Рамадана» деп келеді. «Мән қама Рамадан», яғни кім Рамазан айын қияммен, намазбен өткізсе деп тұр. Бұл жердегі намаз сол кешкі, түнгі тарауих намазы. Екі хадис бірін-бірі толықтырады. Демек, күнәларыңыз төгілу үшін сіз күндіз ораза болуыңыз керек. Кешке аузыңызды ашып болғаннан кейін, ол сүннет қой, үйде өзім оқи салам, немесе мынандай бір мешітте хатым түсірілмейді екен, тез бітеді екен, сол жаққа барып оқи салайын деген сияқты ойлармен еріншектік танытпастан Алла тағаланың кәләмін бастан аяқ тыңдап шығуға ниеттенсеңіз, әрекет етсеңіз, Алла тағала сіздің күнәларыңызды кешіреді. Және сондай-ақ бұл айда Алла тағала жәннаттардың есігін ашып, тозақтардың есігін жауып,
шайтандар кісенделетін берекелі ай. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: «Инна лиссаими да'ватан ла турад». Ораза ұстаған адамның дұғасы кері қайтарылмайды деді. Тағы бір хадисінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: ауыз ашудан алдыңғы дұға қабыл болады деді. Сол үшін де біз бұл айды сондай бір ерекше бағалап, ерекшелігін, берекесін сезініп, ғанимет біліп өткізуіміз керек. Егер бұл айды ұйқымен, бос әңгімемен өткізіп алатын болсақ, оның орны толмас өкініш болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде кімде-кім себепсіз ораза ұстамаса, бір күнін ұстамаса, оның орнын басқа айда тұтқан бір жылдық, 2 жылдық оразамен де толтыра алмайды, оның сауабын ала алмайды деді. Демек, бұл айға берілген сауап ерекше. Оразаға берілген сауап ерекше. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: «Куллу амали ибни адама лах». Адам баласының жасаған амалдарының барлығы өзі үшін, илля сиям фа иннаху ли ва ана аджзи би. Тек қана оразасы ерекше. Неге ерекше? Өйткені Рамазан оразасы бұл сондай ең жасырын құлшылық. Сіздің ораза екендігіңізді, немесе ораза емес екендігіңізді сізден басқа ешкім білмейді. Яғни сіз дәрет алып жатып, су ішіп жіберсеңіз, оны ешкім байқамайды. Намаз оқысаңыз біреу көреді, тағы басқа бір құлшылықты істесеңіз біреу көреді, байқайды. Неге? Өйткені ол жерде іс-әрекет бар. Ал оразада онда еш нәрсе жоқ. Оразада тек қана сіз тамақтан, судан тыйыласыз. Тыйылмай жүріп те мен оразамын десеңіз, ешкім еш нәрсе байқамайды. Бұл сондай жасырын, адамның ықыласын күшейтетін құлшылық. Сол үшін деп Алла тағала оның оразасы бөлек, ораза мен үшін, оның сауабын өзім беремін деп жатыр. Жалпы құлшылықтың барлығын сауабын Алла тағала береді. Және адам құлшылықтарының барлығын Аллаға арнайды. Бірақ оразаның орны бөлек, сол үшін де Алла тағала осылай айтып жатыр. Ендеше, құрметті бауырлар, осы кіріп келген Рамазан айын Алла разы болатындай, бізге мол сауап нәсіп ететіндей, ертең жәннатқа Райян есігінен кіруге лайық болатындай деңгейде өткізейік. Алла тағала бәрімізге соны нәсіп етсін. Иншаллах, 18 ақпан тарауих намазы басталады. Яғни сәрсенбі күні кешке құптан намазынан кейін бірінші тарауих намазын бастаймыз. Және бейсенбі күні 19 ақпан бірінші оразамызды ұстаймыз. Бұйырса, Алла нәсіп етсе, осы мешітте де хатым түсірілетін болады. Келіп хатымға қатысыңыздар. Алла тағала бәрімізге Құранның, хатымның, оразаның сауабын нәсіп етсін. Кіріп келген
кіріп келе жатқан, есігімізді қағып тұрған Рамазан айы баршамызға құтты болсын, берекесімен, жақсылығымен келсін, бізді рухани тәрбиелейтін, сабырлыққа тәрбиелейтін, мейірімділікке тәрбиелейтін, жүрегімізді жұмсартатын ай болуын Алла тағала нәсіп етсін. Және осы Рамазан айының құрметіне қазір жұма намазынан кейін сағат 2:30-да Түркістан сарайында «Қош келдің Рамазан» атты рухани кеш өтеді. Сол кешке қатысуға шақырамыз. Рухани кеш, яғни кешкі уақыттағы кеш емес, рухани кеш сағат 2:30-да, яғни 14:30-да басталады. Барып қатысыңыздар. Сол жерде уағыздар айтылады, әсерлі қойылымдар болады. Бұл да біздің осы кіріп келе жатқан Рамазан айын сезінуімізге, соған ерекше дайындалуымызға, ықыласымызды арттыруға көмектеседі. Алла тағала баршаңызға разы болсын. Алла тағала осы айдың күндізін оразамен, түнін қияммен, құлшылықпен өткізуді баршамызға нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирук ва атубу илейк.